Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін табада жұп-жұмсақ әрі дәмді хачапури пісіреміз. Хачапури дайындау үшін ең алдымен біз салмасын дайындайық. Ол үшін бізге брынза ірімшігі және сулунгуни ірімшігі қажет. Үккіштен өткізіп, бір жұмыртқаны қосып араластырамыз. Сулунгуни ірімшігінің орнына моцарелла, брынзаның орнына сүзбені қолдансаңыздар да болады. Мен 4 хачапури жасаймын. Салмасын 4-ке бөлемін. Табаңыз кішкентай болса, онда 5-ке бөліңіз. Домалақтап, тоңазытқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Енді қамырын дайындайық. Ол үшін бізге бөлме температурасында айран қажет. Оған жарты шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Массамыз кішкене көпіршейді. Жарты шай қасық тұз саламыз. Содан соң еріген 75 грамм сары майды құямыз. Араластырып, ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамырымызды илейміз. Қамыр жұмыс жасауға өте ыңғайлы, жұмсақ әрі қолға жабыспайтын болады. 5-7 минут илеп болған соң, қамырымызды 4 бөлікке бөлеміз. Егер 5 хачапури жасайтын болсаңыз, онда 5 бөлікке бөліңіз. Қамырымызды домалақтап, 20 минутқа үстін жауып қоямыз. Мінеке 20 минут уақыт өтті. Енді қолымыздың көмегімен кішкене басамыз. Ортасына салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп қамырды түйеміз. Үстінен қолымызбен басын қыраймыз, содан соң оқтаумен 2-3 мм болатындай етіп жаямыз. Енді табамызды қыздырайық. Табамыз орташа отта тұруы қажет. Хачапуриді құрғақ табада 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын боламын дегенше біз қалған хачапури дайындай берейік. Дайын болған хачапуриге бірден сары май жағамыз. Рецепт бойынша жасап көруге кеңес етемін. Өте дәмді болады. Дастарханда бірден жоқ болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.